Егер сіз уақыт арқылы саяхаттай алсаңыз, қай дәуірге барар едіңіз? Болашақ біз ойлағандай қауіпсіз бе? Мен Базарбай Сезім 7А сынып оқушысымын. Шымкент қаласы 149 жалпы орта білім беретін мектептің. Менің жобамды тамашалаңыздар. Бір ғалым мыңдаған жылдар кейін болашаққа саяхаттайды. Алғашқыда болашақ өте бейбіт және әдемі болып көрінеді. Болашақты көру арман ба, әлде қауіп пе? Ол мыңдаған жылдар алға сапар шекті. Тыныштық пен бейбітшілік орнаған болашақта бір сыр жасырынған еді. Элойлар мен марлоктар адамзаттың екіге бөлінген бейнесі. Ғалым өзі күткен болашақты таба алды ма? Бұл жай ғана фантастика емес, бұл адамзат тағдыры туралы ескерту. Егер сізді болашаққа саяхат қызықтырса, уақыт машинасы кітабын оқуға кеңес беремін. Бұл туынды тек саяхат емес, адамзаттың тағдырына жасалған терең көзқарас. Герберт Уэллстің бұл классикасы сізді ойландырып, уақыт туралы көзқарасыңызды өзгертеді. Уақыттың сырын білгіңіз келсе, бұл кітап сізге арналған. Сіз дайынсыз ба? Онда уақыт машинасына отырыңыз да сапарды бастайық. Ендеше қысқаша мазмұнымен таныссаңыздар. Уақыт машинасы Герберт Уэллстің 1895 жылы жарық көрген романы. Бұл шығарма уақытпен саяхат ету идеясын фантастикаға енгізген алғашқы туындылардың бірі. Романның сюжеті бойынша бас кейіпкер уақыт саяхатшысы уақыт машинасын ойлап тауып, онымен 802-701 жылға саяхат жасайды. Ол кезде адамдар екі түрге бөлінген, жер үстінде өмір сүретін, әдемі де мейірімді элойлар және жер астында тұратын қорқынышты марлоктар. Элойлар әлі де даму үстінде, бірақ марлоктарға тәуелді тіршілік иелері. Ал марлоктар элойларды қоректендіру үшін өмір сүретін қорқынышты жаратылыстар. Уақыт саяхатшысы Элой қызбен бірге марлоктардан қашып уақыт машинасына қайта оралады. Ол өз заманына оралады, бірақ саяхаты туралы еске алудан басқа ені дәлел қалмайды.